фрикадельки және кеспе. Достар, бүгінгі видеода фрикадельки мен кеспе сорпасын біріктіріп жасайтын боламыз. Жасалу жолын видеода анық көрсетіп, құрамын экранның бетіне және описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Ет тартқыштан тартылған 200 грамм жылқы етіне 200 грамм ақ пияз бүккіштен өткізілді. Дәмдеуіштер, тұз, қара бұрыш және аздаған ұн. Жұмыртқаның сарысы 1 дана. Жақсылап араластыру керек. Қазанымызды отқа қойып, сұйық майымызды қыздырып аламыз. Қызған сұйық майға ақ пияз және көкөністерімізді кезектестіре отырып қуырып аламыз. Кезектестіріліп қуырылған көкөністердің үстіне картопты салып және 5 минут қуырамыз. Тұз, паприка 1 шай қасық қостым. Сіздер өздеріңізге қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Паприканың орнына томат пастасын қосып дайындауға болады. Достар, дайын болып қуырылған көкөністердің үстіне фрикаделькелерімізді дөңгелектеп алып, қазанға салып, орналастырып 5 минут бұқтырып қоямыз. Және бұл сорпа болғандықтан 1,5 литр суды қазанның шетіне айналдыра отырып құйып шығамыз. Себебі фрикаделькелеріміз шашылып кетпеу керек. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. 1 дана жұмыртқаның сарысы, 100 грамм су және тұз қосып, араластырып, қамыр бастырамыз. Қамыр бастыру үшін 500 грамм ұнымызды електен өткізіп, дайындап алдым. Мүмкіндігінше қамырымызды қатты етіп бастыруымыз керек. Достар, бүгін мен сіздермен видеода қамырды қалай бастыруды және оны қалай жайып, кеспе етіп кесу жолын сіздермен толық бөлістім. Қолымыздың көмегімен қамырымыздың басын біріктіре отырып, жақсылап илеп алуымыз керек. Достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, қамырымыздың басы бірігіп, қолға ілікті. Енді осы дайын болған қамырға аз ғана сұйық май тамызып және пакетке орап 20 минут қамырымызды демалдырып қоямыз. Осы сәтте сорпамыздың тұзын, дәмін көріп, қайнатуды жалғастырамыз. Достар, 20 минут өтті. Қамырды оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қамырымыз қатты жұқа болып жайылмау керек. Қамырды өздеріңіз видеода көріп тұрғандай, қатты күшке салмайсыздар. Оқтаудың көмегімен жай ғана сырғанада отырып, айналдырып, жайып шығасыздар. Қамырымыз тегіс болып жайылғаны дұрыс. Егер қамырымыз дұрыс бастырылған болса, ол өте қатты сергек болып жайылады. Арасында аз ғана ұн ұрпақтарын шашып тұрыңыздар. Қамырларыңыз жабысып қалмас үшін керек. Қалыңдау етіп жайып алған қамырымызды 2 минут кептіріп аламыз. Және оқтаудың көмегімен орап аламыз. Орамас бұрын ұнды сеуіп алыңыздар. Және оралған қамырды 2-ге бөліп, және ол 2-ге бөлінген бөлікті ортасынан ұзыншалап 2-ге бөліңіздер. Достар, видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар, кеспелеріңіз өте тамаша болып шығады. Кеспені бір келке етіп кесіп алу үшін сізге өткір пышақ және тегіс тақтай қажет. Достар, ендеше кеспе кесуді бастаймыз. Қолдарыңызды абайлаңыздар. Саусақтарыңыздың көмегімен пышақтың жиегін тарта отырып, пышақпен
кеспемізді өте жіңішке етіп кесіп аламыз. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Достар, мінекей кеспемізді кесіп дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай, кеспелеріміз бірін-біріне жабысқан жоқ, және осылай бірер минутқа дегдітіп аламыз. Яғни біршама кептірілгенін күтеміз. Қайнап тұрған сорпаға кеспелерімізді салып, қайнатуды жалғастырамыз. Кеспеміз 5 минут қайнауы керек. Кеспені сорпаға салған соң қозғап тұрыңыздар. Достар, мінекей кеспеміз дайын. Дайын болған тағамды оттан түсіріп, 5 минут демалдырып қоямыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді тағам дайын болды. Дастарханға ұсынамыз. Ас болсын. Сіздермен болған Қарлығаш. Келесі видеода кездескенше.